Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз жақсы ма? Ауыл аймаққа аман есен ба? Желмаянның көрермендері қалайсыздар? Қазір енді әлем не болып тұр енді? Құбылмалы ауа райы болып тұр әңгіменің ашығы. Майамиде Украина мен Ресейдің Украина мен Ресей болып тұр қазір әңгіменің ашығы. Украина мен Ресейдің арасындағы кездесу бітіпті Майамиде. Жоқ, Украина мен Американың екі енді елшілері деп айтайық, солар кездесті, бірақ жабық түрде өткен, ол жерде не айтқан белгісіз, бірақ JT Vance айтыпты, соғыс біз енді келісімге қазір келісім жүргізіп жатырмыз, бірақ соғыс тоқтатуға бұл әлі жеткіліксіз, бірақ жақын арада соғыс тоқтатуға келіп қалуымыз мүмкін депті. Трамп айтыпты, мен 8 соғысты тоқтаттым, енді мынаны соғыс тоқтатуға болады деп. Одан кейін Украинаның дрондары, Дон бар ғой, Дон, Грозный, Чеченстан деген кезінде чечендер Қазақстанға келіп, Қазақстанда да өмір сүрген ғой, тарихта енді барлығы біледі. Сол Чеченстанның Рамзан Кадыровтың Ақ Ордасына деп айта салайықшы, Ақ Ордасына жақын ең биікте орналасқан, енді этажы көп бір қалай айтсам екен, вообще Ақ Ордасының жанында тұрған бір зданияға келіп, Украинаның дрондары келіп ұрған ғой, енді ұрып, оның алдында да бір военный тұратын жерлер тұрып кеткен, Грозныйда ше, Чеченде. Сонымен Дон содан кейін сразу өзінің әлеуметтік желісіне шығып Владимир Владимирович Путиннен не сұрапты. Енді ол айта береді, ол алдында да айтқан. Бірінші соғыс басталғанда ойбай әскерлерін жинап, біз ойбай Киевті барып, Владимир Владимирович бұйрықты берсеңіз, біз барып баса қаламыз. Украина не болды деген, енді примерно әңгіме соған келтіріп жабамен. Соны қазір айтыпты, Еуропа бұлтпен ойнап жатыр, бізді кеп ұрып жатыр. Егер сіз депті, Владимир Путин мырза, сіз бізге, енді қолбасшы деп айтады ол жерде, енді сіз бізге бұйрық берсеңіз, біз соғысқа аттануға дайынбыз, біз тез арада жеңіп келуге де дайынбыз. Егер сіз бұйрық бермей жатып Еуропа кешірім сұрайтын болса, кешіреміз ба дегенге келтіріпті. Қызық айжаттарыңа. Енді білмеймін, енді ол білмеймін. Түсіне алмайсың, білмеймін. Түсіне алмайсың, не дейсің басқа. Енді білмеймін. Сіздер қалай ойлайсыздар? Дон сөйтіп айтыпты енді өзінің әлеуметтік желісіне, мен енді неғып бердім. Қолдан келгенше аударып бердім. Одан кейін қазір бір ақпарат шықты, ол шын өтірік, мүмкін жасанды интеллект. Моди мен Үндістанның, Индияның премьер-министрі мен Ресейдің Владимир Путин екеуін арнап мультфильм шығарыпты дейді. Енді ана мультфильмді мен көрдім. Мүмкін жасанды интеллект. Енді Индияда жүр ғой қазір. Индияда жүріп бір журналист, мен енді ойлаймын, оны регламентке сай емес бір сұрақ қойып қалды. Онда Путин енді әккі қойған әңгіменің ашығы, ол енді қанша жылдан бері президент болып келіп жатыр, қанша жылдан бері енді не десең де сөзбен кез келген нәрсені, қатып тұрған нәрсені жұмсартып жібереді әңгіменің ашығы. Ол енді ағылшынша Путин түсінбейді ғой деймін, наушникпен отыр, анау сұрақ қойды. Оны орысша аударылғанын мен тыңдадым. Сен былай дейді, Владимир Путин мырза, енді келгеніңіз құтты болсын, анау деп. Мен мынау Украина жақтағы орыстар, енді қазір соғысты қалай бастады десеңіздер, орыс тілділердің құқығын таптап жатыр, және де НАТОға қосылмасын деген желеумен басталып кетті ғана операция. Енді айтып жатыр ғана журналист, мен Украинада тұратын, орыстар көп тұратын Херсон, Луганск, тағы бір жерлерді айтты. Сол жерге ДНР, ЛНРге бардым дейді мысалға. Сол жерге барсам, көбісі орысша сөйлейді екен. Сіз соларға, біздің қазақша тілмен айтқан кезде,
ол жерде тұратын орыстар сізден бұндай әрекет күткен жоқ, сіз неғып бұндай қадамға бардыңыз деді. Ол қандай қадам десе, оларға сіз мысалға Украинаға арнайы операция басталмай жатқан кезде ол жердегі адамдар негізі енді тур мен айтып жатқан сияқты айтпады, бірақ сөздің мағынасы соған келді. Ол жердегі орыстар сізден бұндай соғыс ашып жіберіп, сол жердегі адамдар жарақаттап өлтіріп жіберетін нәрсе күтпеген шығар. Ол жердегі адамдар қазір сіз арнайы операция басталмаған кезде тірі болуы мүмкін еді, бірақ сіз арнайы операцияны бастап жібердіңіз деді. Сөйткен еді Путин не понял деді ғой. Енді наушникпен айтып, мен түсінбедім, не деп айтып жатсыз деген еді. Анау тағы қойды, бірақ ол кезде сәл басқашалай қойды. Сіз арнайы операцияны бастап жібердіңіз, өзіңіздің халқыңыз тұрған жерде, орыс тілде орыстар тұрған жерге операцияны бастап жібердіңіз. Бұл қалай болды? Енді адамдар қырылып кетті ғой десе. Біз ол жерге арнайы операцияны бастамағанда дейді, киевский режим дейді, ол жерді құртатын еді дейді. Білмеймін, мен ойлаймын енді, ол жерде әңгіменің ашығы тіл, анау мынау деген тема болмаған сияқты. Өзінің халқын ойлайтын болса, Ресейде жер жетпей жатқан жоқ, жер жетеді. Көшіріп алса да ондай әңгіме болмайтын еді. Бірақ ана сұрақпен әңгіменің ашығы Путинді енді бір бұрышқа тығып шығарды общий әңгіменің ашығы. Сонымен ол жерден енді жауап беріп, егер біз арнайы операция бастамаған кезде ол жердегі халықты Киев режимі құртатын еді. Біз содан кейін арнайы операцияны бастап жібердік. Тыныш жатқан орыс халқының үстінен зымырандарды аттық деген келтірді ғой. Енді арнайы операцияны бастадық деді. Жалпы сол. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Байланыстамыз. Бұл видео ертең шығады. 7 минут сөйлеп қойыппын. Бағана айттым ғой, Түркістанда бір 7 минуттық видео дайындау үшін 100 миллион теңге бөлініпті дейді. Қазақстанда ең төмен жалақы 85 теңге. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. 2026-тан бастап енді 3 айда 1,20 миллион теңгеден көп ақша кәсібіңізге түссе, сізді тексереді екен. Не деймін басқа? Саясатпен айналыспа, саясатта сенің не жұмысың бар деп кезінде біраз адам айтқан екен. Соның нәтижесі ме деп қаламын мен. Жақсы.